Қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біздерде 18-ші сабақ Н әрпі. Н әрпін әдемі жазылу үлгісімен және оның элементтерімен толық таныстыратын боламын. Егер де сіздер осындай әдемі жазып үйренгілеріңіз келсе, немесе оқушыларыңызды әдемі жазуға үйреткілеріңіз келсе, онда менің YouTube каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар, және де пікір бөліміне өздеріңіздің жақсы пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса, мен бастаймын. Бізде Н әрпін мұнда арнайы стрелкамен көрсеттім. Дәл осы стрелка бойынша клеткаларға дұрыс орналастырып, әдемі жазып үйренеміз. Дәл қазір дәптер ручкаларыңызды алыңыздар, және де осы видеосабақты қарап отырып қайталаңыздар. Сол кезде сіздерде де дәл осындай әдемі әріптер шығатын болады. Мен барлық әріптерге жеке-жеке тоқталамын. Әлі де алда бүкіл сабақтар болады, түсіремін. Олай болса, бастаңыздар. Сіздерге сәттілік. Мен мұнда әріптермен қатар сөйлемдер, сөздерді де мысалға келтірдім. Соған да мән беріңіздер. Тек Н әрпі ғана емес, басқа әріптердің де жазылу үлгісі мұнда көрсетілген. Соған да мән беріп отырыңыздар. Егер сабақты түсінікті болып жатса, онда сабақ бәрі түсінікті деп жазып кетіңіздер, жарай ма? Сіздермен бірге болған Ұлданай апай. Келесі сабақта кездескенше.